сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Денисов орталық аудандық кітапханасы сіздердің назарларыңызға Сара Алпысқызы Назарбаеваның 80 жасқа толуына орай алтын жүректі анамыз портрет кешін ұсынады. Сара Алпысқызы Назарбаева 1941 жылы 12 ақпанда Қарағанды облысының Қызылжар ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын құрылыста істеп, сылақшылықпен бастаған. Білімі жоғары, мамандығы инженер-экономист. Жұбайы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. 3 қыз балалары бар. Дариға саясат ғылымының докторы, Динара Назарбаев атындағы білімді қолдау қорын басқарады. Әлия бизнеспен айналысады. Сара Алпысқызы тек қана үлгілі жар, аяулы ана емес, еліне еңбегі сіңген қоғам қайраткері. Ол 1992 жылы Бөбек қайырымдылық қорының негізін қалаған болатын. Ұйым қызметінің басты бағыттары ана мен баланы қорғау, нәрестелер мен балалар үйін қамқорлыққа алу, мектептерді қазіргі заманғы жабдықтармен қамтамасыз ету, тұрмыс дәрежесі төмен отбасынан шыққан дарынды балаларға қолдау көрсету. 1994 жылдан бастап Қазақстанның балалар ауылы қорының, 1999 жылдан бастап демография қайырымдылық қоры қамқоршылар кеңесінің төрайымы болып қызмет атқарды. Бөбектің анасы атанған Сара Алпысқызы көптеген игі істерге ұйытқы болды. Көптеген қайырымдылық шараларды ұйымдастыруда бір кісідей ат салысып келеді. Ерен еңбегі әлемдік қауымдастық назарын аударып, 1999 жылы СОС Киндердорф халықаралық қорының алтын медалімен, 2002 жылы Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорының ескерткіш медалімен, бірінші дәрежелі достық орденімен марапатталған. 2006 жылы мамыр айында Мәскеу қаласында адамзаттың ізгі мұратына қызмет атқарғаны үшін алтын жүрек халықаралық сыйлығы тапсырылды. Қазылар алқасының шешімімен жетім балалардың мүдделеріне көп жылдар қалтқысыз қызмет көрсеткені үшін Бөбек балалар қайырымдылық қорының президенті Сара Алпысқызы Назарбаева алтын жүрек халықаралық сыйлығының лауреаты болды. Бала жанын ғажайып пен жақсылыққа толтырсаңыз болады, оның өзі ақ тәрбиелі болып шығады деп ұлыларымыз айтқандай, бала тәрбиесінде нәтижелі іске қол жеткізудің жолын тапқан Бөбек Республикалық балалар қайырымдылық қорының негізін қалаушы және президенті Сара Алпысқызы Назарбаева әр баланың жүрегіне жол таба білген мейірімді жан.